Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі тақырыбымыз кәсіпкерлік қызметті кадрлармен қамтамасыз ету. Кадрлар кәсіпорынның, мемлекеттік мекемелердің, қоғамдық ұйымдардың классификациялы қызметтердің негізгі құрамы. Кадрлар дегеніміз кәсіптік біліктілік, әлеуметтік, психологиялық, жыныстық, жастық, жеке және басқа құрылымдық бөлімшелермен сипатталатын кәсіпорын жұмыскерлерінің жиынтығы. Кадрларға тек еңбекке, кәсіптік қабілеті және арнайы кәсіптік дайындығы бар жұмыскерлер жатады. Кадр саясаты бұл халық шаруашылығының ондағы салаларды іскерлік қабілеті бар қызметшілермен қамтамасыз етуге бағытталған маңызды қағидалар, принциптер және осылардан туындайтын факторлар, әдістер жиынтығы. Кадр жұмысы дегеніміз кадр саясатының мақсаты мен принциптерін жүзеге асыруды қамтамасыз етудің нышандары, тәсілдері, бағыттары мен шарттары. Кадрлармен жұмыс істеу жүйесіндегі кадрларды даярлау, орналастыру, пайдалану, мамандығын жетілдіру, орын ауыстыру, жоспарлау және резерв құру, аттестациялау, іскерлік жұмыс істеуін қамтамасыз ету және тағы басқалар жатады. Кәсіпорын персоналы мен құрылымы. Персонал ұйымдағы барлық адамдар ресурстарының жиынтығы. Кәсіпорын персоналы деп оны тізімдік құрамына кіретін барлық жұмыскерлердің жиынтығын атаймыз. Кәсіпорынның барлық персоналдары кәсіби, мамандығы және біліктілік деңгейі бойынша бөлуге болады. Персоналды бағалау мен басқару әдісі. Кәсіпорынның персоналды бағалауы мынандай жағдайларда жүргізіледі. Біріншіден, жаңа қызметкерлерді бағалау қажеттілігіне байланысты немесе бос орын ең лайық деген кандидатты таңдау кезінде. Екіншіден, жиі келіспеушілік туындаған жағдайда. Бұл жағдайда келіспеушілік себептерін анықтап, ұтымды шешім қабылдауға мүмкіндік болады. Үшіншіден, нарықтық орта өзгерістеріне бейімделу қажет болған жағдайда. Төртіншіден, кадрлық резервті анықтау және қызметкерлерге деген талаптарды нақтылау қажет болған жағдайда, яғни кәсіпорынды қайта құрылымдау мен өзгерту енгізу барысында. Персоналды бағалау әдетте 3 бағыт бойынша жүргізіледі. Қызметкерлердің біліктілігін бағалау, жұмыс нәтижелерін талдау, қызметкерді жеке тұлға ретінде бағалау. Персоналды бағалау мынандай кезеңдерден тұрады. Бірінші кезеңде кәсіпорын персоналды бағалау қажеттілігі айқындалады және соның негізінде нақты мақсаттар қалыптастырылады. Екінші кезеңде бағалау пәні, яғни кімді бағалау қажеттігі анықталады. Үшінші кезеңде бағалау жүргізілетін өлшемдерді, критерияларды анықтау қажет. Персоналды басқару, персоналға мақсатты әсер етуге бағытталған қағидалар, әдістер мен құралдар жиынтығы. Ол кәсіпорынды керек уақытта, қажетті мөлшерде және талап етілген сараптардағы кадрлармен қамтамасыз ету, оларды дұрыс орналастыру және ынталандыру мәселесін қарастырады. Кадр саясаты және оның түрлері. Кадр саясаты деп персоналмен жұмыс жасаудың негізгі бағыттарын анықтайтын қағидалардың, талаптардың, идеялардың, теориялық көзқарастардың жүйесін атаймыз. Кадр саясатының келесі түрлері болып пассивті, реактивті, превентивті, активті, белсенді. Кадр даярлаудағы негізгі міндеттер. Әрбір қызметкердің өзінің кәсіпорны жөнінде кең түрде білуі, жұмысшылардың жаңа жетілген және техника түрімен таныс болуы, ұжымның қанағат сезімін күшейту, яғни жұмысшылар мен қызметкерлердің өз бағаларын сезінуі, әрбір қызметкерлердің жоғарғы қайтарымды жұмыс атқаруы. Кәсіпорын қызметкерлерін даярлау және қайта даярлау мынандай нысанда жүргізіледі. Жұмыс орындарында, жұмыс процесі кезінде қысқаша кеңестер береді. Белгілі бір кезеңде арнап ұйымдастырылған оқу курстары, қысқа мерзімді курстар. Кәсіп бұл белгілі бір өндіріс саласындағы жұмыстар атқару үшін қажетті арнайы теориялық білімдер мен машықтану дағдыларының жиынтығы. Мамандық
кәсіпкердің іште бөлінуі, өндіріс бөлімдерін, бөлімшелердің қажетті жұмыстарды орындауды қамтамасыз ететін қосымша дағдылар мен білімдерді талап етеді. Жоғарғы деңгейдегі мамандық бұл күрделі жұмыстарды орындауға мүмкіндік беретін білімдер мен машықтанған дағдарыстардың жиынтығы. Жұмысшылар біліктілігіне қарай біліксіз, біліктілігі аз, білікті, жоғарғы білікті болып бөлінеді. Мамандар біліктілік категориясына қарай бірінші категориясы, екінші категория, үшінші категориясы болып табылады. Кәсіпорын жетекшілері өндіріс құрамы және бөлімдерді басқару ретінде басқару құрамы бойынша линиялық функционалдық, яғни бөлімдерді басқару жүйесі бойынша жоғары, орта, төменгі болып бөлінеді. Кадрларды іріктеуде қолданылатын әдістер: халықты жұмыспен қамту орталығы арқылы, құлақтандырулар, достары мен туыстары арқылы, ақпарат құралдарына хабарландыру беру, радио немесе теледидар арқылы. Жұмысқа тілек білдіретін әрбір үміткермен егжей-тегжей сұхбаттаса немесе жазбаса тесттер жүргізіледі. Кадрларды жұмысқа қабылдағанда олармен келісім шарттар жасалынады, онда екі жақты құқықтары мен міндеттері көрсетілуі тиіс. Атқарушылықты бағалау бұл жұмысшының жұмыс нәтижелері жөнінде қорытындысы. Бағалаудың негізгі әдістері: біріншіден, әңгімелесіп, кеңеседі. Бағалау 5 балдық баға жүйесін қолдану, немесе нашар, орта, төмен, ортадан жоғары, өте жақсы деп қорытындыланады. Жетекшілер өз қарамағындағы қызметкерлердің сапалы жұмыстарын арнайы қадағалап, орындалған қызметтердің ұтымды және әлсіз жақтарын есепке алады. Қызметкерлерге бағаланған кезеңдегі еңбек табыстары және орын алған сәтсіздіктері жөнінде өзара саралау, менеджерлер қарамағындағы қызметкерлер жұмысына саралау жүргізеді. Қызметтен босатылатын жұмыс істеудегі міндеттер: жұмысшылардың қанағаттанғысыз істері жөнінде мағлұматтар алу, оларға қажетті ақпараттар мен қызметтер ұсыну, жұмысшыларды ынталандыру жүйесін жетілдіре түсу, кәсіпорында жұмыспен қамту деңгейі жоғарылату, кадр саясатын жақсарту, қызметтен босату себептерінің айқындылығын егжей-тегжей анықтау. Кәсіпорынның басқару процесін келесідей бөлуге болады: техникамен басқару, экономикамен, кадрмен басқару. Талдау, жоспарлау, есеп және персоналды басқару үшін барлық жұмысшылар әртүрлі қатарлы бойынша классификацияланады. Өндіріс процесіне байланысты кәсіпорынның барлық персоналдар екі категорияға бөлінеді: өнеркәсіптік өндірістік персонал және өнеркәсіптік емес болып. Персоналды басқару процесі өзі мыналарды жіктейді, яғни әрбір кәсіпорында классификация деңгейі бойынша және жыныстық және жас құрылымдары бойынша өнеркәсіптік өндірістік персонал құрылымы анықталып талдануы қажет.